бетімді лексисадан сүйемелеп біреу шығарып түскенде сөйтедім. Қазір өзім шығып өзім сүйемін, ешкімнің сүймені кері жоқ. Ешкімнің сүйеменсіз Астанаға қыдырып келдім. Сонан сізге таң қалып отырмын, өткенде таяқпен келмедіңіз, енді таяқ тастап келдіңіз. Бұл енді чудо деген чудо. Менің көзімнің ет басып кеткен мына жерімде. Мына қарашығына дейін ет тұрған. Сон докторлар айтты, операция жасап алып тастаймыз деді. Содан кейін мен операция дегесін қорқып жүрдім ғой. Содан кейін Астанаға қыдырып барып, біреудің көзіне ет басқанын көріп, көзіне операция жаса дедім бе деймін, иә деді. Маған да сөйтіп айтып еді, қорқып жүрмін осы операция дегеннен дедім. Бүйтіп отырып, сізде ет жоқ қой дейді да. Жоқ, ет тұр ғой деп адам. Ет жоқ дейді. Қой деп айнаға барып қарасам, жетіп кетті ғой көзімдегі ет басайын деп тұрған ғой. Кішкене қаттырақ сөйлеу. Сол құлақ естімей ме? Жоқ, ана аяққа не olsun деп жатырмын да. Естімейтін құлақтарды естіреді. Менің немерем глухонемой. Вообще докторлар жазмайды деді ғой оны. Енді сол алып ішіп жатыр, 3 айдың бітті. Енді 4-шісін алам деді. Уже енді сөйлемейді, кішкентай бала сияқты, 1,5 айлы, өзбесте. 1,5 ай деген бала сияқты. Кішкене мама деген ана жандағы балалар айтады, мама деп. Содан естігені аня дейді. Сол естігені ғой. Мен де бұны логопедқа бар. Кішкене әріп жүресің. Бізді тыңдамайды, бүйтіп айтшы десең. Елді тыңдайтын шығар, анау логопед тыңдайды ғой. Соған апар деп адам. Міне оның құлағы уже естіп жатыр деген сөз ол. Ол тоқтатпай 1 жыл ішкізем деді ғой келінімше. Себебі апармаған жер жоқ, апармаған тәуір жоқ, апармаған доктор жоқ, жазылған жоқ. Болды, глухонемой. Ымдап көрсетеді бүйтіп. Сөйлеген деп көрсетеді. Ал енді қазір уже жаңағы айтып жатқанына қарағанда уже естиді. Бұрынғыдай емес, дауысы да анық айқайлап шығады жаңағы. Бұрын онша көп айқайламайды. Анда-санда айқайлайды, бірақ өзі естімейді ғой деймін, онша жай болатын. Қазір қатты айқайлап, шыңғырып, айқайлағанда біз оған қуанамыз. Оның құлағы естіп жатыр. Міне мынаның результаты да енді бірте-бірте келе жатыр. Мен өзім бірінші жүргеніме қарадым. Екіншінде көзімнің етін кеткеніне қарадым. Үшіншінде бауырымда тас болатын. Сол бауырдың өтші қатты ауырды, обострение береді ғой. Қатты ауырып дегі сөйтіп жүрді. Жүйер тамақшыма құсқым кеп дегі. Сөйтіп жүрдім, қазір жоқ болып кетті. Бірақ ол жерге түсейін дедім. Түсіп сүйін көрейін тасқандай болды. Сен результатына кеп сіздер көрсетеді. Әрбір результатын өзім қарап жүремші. Қандай болды, қандай өзгеріс болды деп. Ал енді мен мынаның кереметтігін айтып, мен шуға звондадым, алыңдаршы осыны керемет деп. Біреу алып ішіп еді, 1-2 күн, 3 күн ішіпті дағы, бальзамның құрсын мен комаға түсіп қалдым да, больницадан бірақ іштім дейді. Сен ол бальзамнан емес, 3 күнде сондай, сен комаға түсірген бұл 189 шөптің сығындысы мынау. Нано бальзам деген түсінбе, жаңа технология. Неге білмейсіңдер осын, сендер арттағы насықта деп оған ұрстым. Сөйтсе әйел айтады, мен ішіп жатырмын оны енді дейді. Ал сен ішінде, сен 1 апта болды ғой ішкене, қандай болды? Результатқа білмеймін, сол сияқты дейді. Айналайын-ау, жүргің келіп, бір жаққа барғың келіп жүр ғой, соны айтпайсың ба? Жүргің келіп, үйде тұрғың келмей, бірдеңені істейтін келіп жүр ғой, соны айтпайсың ба сен? Иә, сөйтіп жүрмін дейді. Енді сөйтсең ол бальзамның әсері ғой, енді 1 аптада не болды, аяғым болса былай ішіп кеткен. Өзі әсер жүр. Сөйтіп алып, бальзам ішпеймін дейді, бальзамның әсері бар ғой. Соның бәрін жазады. Сенің 1 аптада сылып тастайды деген. Иә, сылып тастайын, бұл тікенегім тастап, орнына қоя салады. Бірте-бірте жазасың ғой деп жатыр. Мен бірте-бірте жазылғанын асқазаным қыжылдайтын. Қыжылдар операция бастайын, сықтық болып аузым. Оның бәрі жүріп кетіп қалды сол. Рени қалтадан түспейді, әлі шымпанда жүр, көрсетейін десем. Жаңағы постоянно ішіп жүрмін, постоянно тамақ ішсем болды, қыжылдайды. Қазір ондайдан құтылдым, жақсы болды деген. Сондай мен ырзамын, мен 1 жылға дейін іше беремін. Тіпті өмір бойы ішсем де бармын, себебі менің институтымын жазды ғой. Керемет результат бар. Институт ағаның қандай екенін білесіздер ме? Мен даже отырып жүре алмай қалғам, мына креслода отырып қалғам. Содан кейін креслода жоқ ол бізде. 2010'dan ғой.
көтеріп барады, туалетке көтеріп әкеледі. Қиын екен, өзің жүріп, өзің тұрып қалған адам, мынау қиын екен, ондай болып қалам деп ойлаған жоқпын ғой мен. Сөйтіп қалдым ғой, әзір дегенде мен бұлай деген болмайды, мен жүруім керек деп талпынып оны байзап жоқ одан бері қарай жол. Сөйтіп өзім жүрдім, таяқпен жүрдім әйтеуір. Сен бүйтіп жайлап жүрем әйтеуір. Өзім жүретін халге жеттім ғой. Енді мына байзамын Кәусар кейін алдында. Кәусардан іштім мен. Кәусардың өзінің тамондары жақсы болды маған жасаса. Аналарын ішкен жоқпын. Енді мына байзамдан ішіп отырмын. Тек үзбей. Тек керемет сондай. Менің күйеуім ішіп отыр. Себебі ол тұмау ауратқаннан кейін мен тараздан келе жатырмын. Мына офиске келгендігімді байзаман көріп қалдым. Содан кейін қыздарға айтам, қыздар мына байзамдарын тұмауды жаза ма? Деп едім, ойбай сыйлазарына келіп жатырмын. Ойбай жазады, сыйлазарын алмам да ішінде. Содан кейін айтам, 2 сағат сайын ішіп тұрмын. Сөйтіп соны тұмаумен ауырғанда 4-5 күн жатады ғой. Укол салдырып, сифазарин салдырып, ақыртеп жатады ғой. Соны 3 рет ішті. Ертеңінде құлан таза аяқ беті ғой, тұмау жоқ. Бірақ көте. Ағай ма? Ағай жазып берді. Содан ол алып шығып отыр қазір. Мынауың жақсы екен.